күн, құрметті ұстаздар, оқушылар, бүгінгі сабағымызға қатысып отырған онлайн қатысушылар. Бүгінгі Ильяс Есенберлиннің қазіргі қазақ әдебиетіндегі үрейлі атты әдеби танымдық сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымыздың мақсаты ұлт мақтанышына айналған жазушы Ильяс Есенберлиннің өмірі мен шығармашылығын дәріптеу. Жазушының өмірі шығармашылығымен таныса отырып, оқушыларды біртұтас тәрбие бағдарламасы негізінде рухани адамгершілік қасиеттерге, отаншылдыққа, елжандылыққа тәрбиелеу. Өз халқына, оның тарихы мен мәдениетіне деген сүйіспеншілікті қалыптастыру. Бүгінде бүкіл қазақты тарихымен қауыштырған, ұлттық әдебиеттің дамуына өлшеусіз үлес қосқан, шығармалары жастарға рухани азық беретін қаламгер Ильяс Есенберлиннің туғанына 110 жыл толып отыр. 60-шы жылдардың аяғына қарай елді елең еткізген көркем әдеби туынды өмірге келеді. Советтік цензураның қылышынан қанын тамып тұрған, жарты сөз айтсаң, жарты әлемнің жаласын басына үйіп төгіп бере салатын, социалистік реализмнің талаптарына мүлдем қарама-қайшы бұл туынды көшпенділер трилогиясының бірінші кітабы «Қаһар» романы болатын. Ал бұл кітаптың авторы кім? Басын бәйгеге тігіп, бұндай қадамға барған қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, қайраткерлігі мен қаламгерлігі қатар ұстаз болған алып жазушы Ильяс Есенберлин еді. Есенберлиннің әке-шешесі тұрмыстық тауқыметті көп тартып, өмірден ерте озады. Ол бала кезден жетімдер үйінде тәрбиеленеді, ал інісі Раунақ туған туыстарының қолынан өтеді. Балалар үйінде жүрген Ильяс Есенберлин ата-ана, туған туыс, жалғыз інісі Раунақты қатты сағынады. Бірақ бала арманы мен білімге деген құштарлығы Ильяс Есенберлинді өмірге төзімді болуға тәрбиелейді. Балалар үйінің қабырғасында жүріп, бірде-бір сабақты босатпайды. Оның әдебиетке деген қызығушылығы, құштарлығы осы жерде қалыптасады. Күні-түні мектеп кітапханасындағы әдебиеттерден көз алмайтын бала көркем шығармалардың көкжиегіне шомып, армандаумен күн кешеді. Жазушы шындыққа мойымай, күйікке күйзелмей, жетімдіктің зары жанын жегідей жесе де, ешкімге кектенбестен қатал тағдырға қарсы тұра білді. Есенберлиннің өмірінің көп бөлігін шығармашылыққа арнайды. Көптен ойында жазылып, жадында жабырған кейіпкерлердің бұғып жатқан бұла сезімдерін ақ қағаз бетінде сөйлетеді. Жазушының алғашқы прозалық туындысы «Адам туралы ән» деп аталады. Есенберлин өте еңбекқор жан болған. Кейде тіпті тәулігіне 12 сағат бойы жазу үстелінен тұрмай жұмыс істеген. 1965 жылы әйгілі көшпенділер трилогиясының бірінші кітабы «Қаһарды» рухтана отырып, небәрі 3 айдың ішінде жазып бітірген. Барлығымыз ендеше экранға назар аударайық, бізге келесі видео материал. Бүгін 10 қаңтар қазақ қаламгері Ильяс Есенберлиннің дүниеге келген күні. Бар ғұмырын жазуға арналған қаламгердің шығармашылығы туралы тілшіміз баяндап береді. Ол қазақ әдебиетінде тұңғыш рет тарихтың зерде тамырына қан жүгіртті. Ол тұншыққан сананы қапастан шығарды, ұлт рухын тірілтті. Ильяс Есенберлин 1915 жылы қазіргі Ақмола облысы Атбасар қаласында дүниеге келді. Балалар үйінде тәрбиеленген Ильяс жастайынан әдебиетке құмартып өсті. Менің әдебиетші болуыма әдебиеттің кейбір тақырыбын өзімнің ойымша меңгеруіме себеп болған менің өмірім. Әдебиетті өмірімде бөлшеген жазушы, алайда 1940 жылы Тау-Кен институтын бітіріп, инженер маманы болады. Тағдырдың айдауымен сұрапыл соғысты да көрді. Сөз өнерін ерекше қастерлеген Ильяс Есенберлин бәрібір әдебиеттен айналып кете алмайды. 1968-1967 жылдары Қазақфильм киностудиясының аға редакторы қызметін, 1967-1971 жылдары жазушы баспасының басшысы болды, өнімді еңбек етті. Сол кезде енді ғана әдебиетке аяқ басқан жастарға қанат бітірді. Есенберлин осы жастарға жол ашты.
мен айтар едім, бірнеше жүз жас жігітке жол ашты деп. Қабдеш Жұмәділов алғаш рет осында Есенберлин заманында көрінді. Алғашқы әңгімелер жинағын шығарды, алғашқы романдарын шығарды. Рамазан Тоқтар бұрын бірер кітап шығарған, Ертіс мұхит ғайуат деген 2 томдық кітабын шығарды. Иә. Тіпті сол кезде 4-5 кітап шығарып, әжептәуір атаққа жетіп қалған азаматтарымыздың өзі осы Есенберлин заманында үлкен биік мәртебеге жетті. Мысалы үшін Қадыр Мырзалиев Есенберлин 4 жыл директор болып тұрған баспада 7 кітап шығарыпты. Мен ана кезде арнап санап қарағанда Туғанбай Молдағалиев 4-5 кітап шығарды. Мұқағали Мақатаев қиналып жүретін көп кітаптарын шығарды. Мұқағали Мақатаевтың Дантені аударғаны, құдіретті комедияның аудармасын неше жыл бұрын баспада қозғаушы жатқан, осы Есенберлин келгеннен кейін шықты. Кейін Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының 2-ші хатшысы қызметіне келгенде әдебиеттегі адалдық пен шындықтың туын тік ұстады. Замандастарына да әдебиеттің әділ жолымен жүруді үйрете білді. Ол еш уақыт ешкімге тәуелді болғысы келмейтін. Орталық комитеттің адамдар келгенде біз сол кісінің табандылығына қайсыдан таңданып отырдым. Жазушылар одағында қандай жиналыс болған кезде кейбір басшылар жаңағы кісілердің айтқандарымен осы орталық комитеттің мәдениет бөлімін басқарған меңгерушілердің әйтпесе солардың жауапты қызметкердің айтқан сөзі ыңғайымен кетіп қалып отырған кездерде жоқ, олай болуға тиіс емес, бұлай болу керек. Өйткені әділет әр уақытта жеңу керек, ақиқат әр уақытта алға шығу керек деп отыратын Лекеңнің мінезі маған қатты айтын. Ілияс Есенберлиннің қай туындысын алсақ та өміршең, бояуы қанық, тарихтың маңызды оқиғаларын қайта жаңғыртып, оларды көркем түрде баяндаудың хас шебері болды. Тарихи романда сюжетті болған уақиғаны шиеленістіруге бірен сараң адам алынбаса, негізінде мен болған адамдарды алдым. Негізінде. Ол сол қаһарда мысалы 5-6 адам, Алмас Қылышта да сол 5-6-тан аспайды. Өйткені сондай адам болмаған менен де уақиға соған сондай адамның болғанын тілеп отырады. Қазақ елінің ертеңі мен бүгінгісін, тәуелсіздік үшін табанды күресін шебер жаза білген қаламгердің туындылары уақыт өткен сайын өз биігінен аласармасы айқын. Жасы. Біз сабағымыздың танымдық бөлігінде сүлей сүреткен Ілияс Есенберлиннің туған жерінен бастап біршама ақпаратпен таныстық. Біз, яғни артында қалған ұрпақ, Ілияс Есенберлиннің әдебиетке қосқан үлесін ұмытпау керекпіз. Ал құрметті онлайн қатысушылар, ендігі кезекте мен сіздермен жұмыс жасасам деп отырмын. Сіздерге Ілияс Есенберлиннің өмірі шығармашылығымен байланысты бірнеше сұрақтар ұсынылады, яғни бізде сұрақ-жауап айдары. Ал сіздер де Ілияс Есенберлиннің өмірі мен шығармаларымен таныс екендеріңіз сөзсіз. Олай болса, жазушының өмірі шығармаларымен байланысты сұрақ-жауап айдарымызды бастайық, экранға назар аударсаңыздар. Бізде бірінші сұрағымыз Ілияс Есенберлиннің туған жері туралы не айтар едіңіздер? Кім жауап береді? Кезек жауап берсеңіздер. Дауысымызды естіп тұр. Ауылының маңындағы зерттеушілердің айтуы бойынша Атбасарды тек қана Ілияс Есенберлиннің туған жерде айтуға келмейді. Себебі бұл жерде үлкен тарих жатыр және де тіпті Кенесарының жүрген іздері сол жерде қайырылып. Жақсы, рахмет. Бізде келесі екінші сұрағымыз Ілияс Есенберлиннің болмысы қандай? Осы сұраққа жауап берсеңіздер. Шоу сабырлы және жүйелі еңбек ететін тұлға. Өмір жолында түрлі қиындықтарды бастан өткергенімен, оның білімге деген құштарлығы тек қана алға жетелейтін болған. Және баста өткен өмірбаяны оны қиындыққа мойымайтын және қайсар мінезді қылып тәрбиелеген болатын. Және еңбек жолын қарапайым жұмысшы ретінде бастаған ол өзінің арманына және мақсатына нақты жолдармен аянбай еңбек етіп жеткен болатын. Жақсы, жарайсыз, өте жоғары деңгейде жауап бердіңіз. Жауабыңызға рахмет. Сіздер де қосатындарыңыз бар ма осы жауапқа? Бұл
сұраққа өзім Бір адам. айта кетсем, жалпы Ильяс Есенберлин ол қазақ әдебиетіндегі алғаш болып тарихи тақырыпқа қалам тербеп, оқырманның өткен күндердің белесіне самғата білген шебер жазушылардың бірі. Оның шеберлігі де, даралығы да ешкім бара білмейтін, ешкім айта бермейтін тарихи тақырыпқа білек сыбана батылдықпен баруында болса керек. Ильяс Есенберлин ол 5 ғасыр бойында мемлекеттік тұрғысынан болған тарихи ірі уақиғаларға әдеби сарын беріп, бірнеше ғасырлар тоғысында болған өзгерістерді өз көзімен көргендей бейнелеп берді. Бұл әдебиет тілінің құдіреті. Тарихи фактіге сөзден әдемі өрнек құрып, тамаша қайталанбас туындыны дүниеге әкелген жазушының болмысын дара да дарынды деп айтпасқа болмас. Жақсы, рахмет. Бізде келесі сұрағымыз, Ильяс Есенберлиннің қандай еңбектері кеңінен танымал? Ильяс Есенберлин ең алғашында өзінің шығармашылығын өлеңдерден бастаған, яғни оның Сұлтан, Айша сынды дастандары бар, және прозалық жинақтары да бірнешеу. Осы прозалық жинақтардың ішінде ең танымалы Көшпенділер трилогиясы, яғни 3 кітаптан тұратын Алмас қылыш, Жанталас, Қаһар романдары. Осы трилогия арқылы Ильяс Есенберлин әлемге танылды десек те болады. Және де Алтын Орда трилогиясы бар, Махаббат мейрамы, Алыстағы аралдар атты кітаптары бар. Осы тарихи жолды зерттеп, Ильяс Есенберлин тарихтың бір жарқыраған жұлдызы атанды десек артық айтпаған болар едік. Жақсы, жарайсыз, өте жоғары деңгейде жауап бердіңіз, жауабыңызға рахмет. Бізде келесі сұрағымыз, Ильяс Есенберлиннің қазақ әдебиетіне қосқан үлесі. Ильяс Есенберлин қазақ әдебиетіне тарихи романдары арқылы зор үлес қосты. Оның ең танымал туындысы Көшпенділер трилогиясы қазақ халқының тарихы мен мәдениетін, азаттық жолдағы күресін суреттейді. Есенберлин ұлт тәуелсіздігі мен ерлікті дәріптеп, қоғамның әлеуметтік мәселелерін де көтерді. Ол әдебиетте жаңа жанрлы тақырыптарды ашып, қазақ әдебиетін дамуына маңызды әсер етті. Жақсы, жарайсыз, жауабыңызға рахмет. Енді бізде келесі соңғы сұрағымыз, экранға назар аударсаңыздар, Ильяс Есенберлин ірі тұлға, ірі ойдың иесі деген пікірге сіздердің көзқарастарыңыз. Ильяс Есенберлин толықтай келісемін. Себебі оның шығармашылығында қазақ халқының тарихы мен мәдениетін терең зерттеп, ерекше көзқарастар ұсынады. Есенберлиннің еңбектері ұлттық сана мен патриотизмді оятады. Мысалы, оны жазған Көшпенділер трилогиясы арқылы қазақ халқының бай тарихын, мәдениетін, руханиятын дәріптейді. Әрі жалпы түркі халықтардың ортақ мұрасын ұмытпауды да насихаттайды. Шығармашылық әлемінде ол тарихи деректер мен қиялды шебер ұштастырып, ұлттық бірегейлікті сақтау мен болашақ ұрпаққа тарихи сабақ берудің жолын көрсетеді. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет сіз жауаптарыңызға. Өзің секілді заманауи заттардың көзқарасынан қарайтын болсақ, Ильяс Есенберлин Нетфликске лайықты жазған. Ол тек тарихи оқиғаларды сипаттап қана қоймай, сонымен қатар біздің ата-бабаларымыздың күресін, ерлігі мен махаббатын эпикалық деңгейге жеткізген. Оның шығармалары қазіргі Марвел фильмдері секілді, бірақ супер қаһармандардың орнында шынайы батырлар. Олар Керей және Абылай хан, Қабанбай батыр. Ал бұл батырлар өз жері үшін, халқы үшін аянбай күрескен адамдар. Заманауи жастардың ойын қарайтын болса, Ильяс Есенберлин біздің рухани супер қаһарман деп айтуға болады. Ол бізге өзіміздің кім екенімізді білдіреді. Сонымен қатар пайымымызбен мақтануға және болашаққа сеніммен қарауға үйретеді. Жақсы, рахмет. Жауабыңыз өте жоғары деңгейде. Дәл осы Ильяс Есенберлин ірі тұлға, ірі ойдың иесі деген пікірге сіздердің көзқарастарыңыз, алып қосарларыңыз бар ма, құрметті оқушылар? Мен осы сұраққа өзімнің көзқарасымды айта кетсем, Ильяс Есенберлин көлемді тақырыпқа жайдан жай келе қойған жоқ. Үлкен тарихи зерттеу жұмыстарын жүргізе отырып келген. Соның нақты көрінісі осы Көшпенділер трилогиясы бойында айқын байқалады. Көшпенділер трилогиясы сияқты көлемді туындыны жазған кезде адамның өзі ірі тұлға болу керек, ірі ойдың иесі болу керек.
Сол мәселе осы шығармада айқын көрініс тапқан. Оның бір дәлелі кеңес дәуірінде алғаш рет қазақ прозасында билер мен хандардың образдары сомдалған және таза ұлттық патриоттық серпін осы шығармада айқын көрінді. Жақсы. Сұрақ жауап айдарына қатысқан барлық оқушыларға рахмет айтамыз. Жауаптарыңыз өте жоғары деңгейде, жарайсыздар. Енді таным сабағымыздың келесі бөліміне көшсек, бізде суреттер сөйлейді айдары. Ал құрметті оқушылар, қазір мен сіздерге тапсырма беремін. Алдарыңызда жазушының шығармаларына байланысты бірнеше суреттер ұсынылады. Сіздер сол суреттер бойынша тақырыпты анықтап, Ильяс Есенберлиннің өмірімен байланыстырып, талқылап, талдап, өз ойларыңызды ортаға салсаңыздар. Ендеше назарларыңызды экранға бұрсаңыздар, біздегі бірінші суретіміз. Бұл суретте біз Ильяс Есенберлиннің шығармаларының тарихпен байланысын көре аламыз. Ильяс Есенберлин ол қазақ әдебиетінің дамуына үлкен үлес қосқан жазушы, әсіресе тарихи романдары арқылы халықтың тарихи санасын оятып, ұлттық құндылықтарды дәріптеген болатын. Оның шығармаларының тарихпен байланысты өте терең және көп қырлы болып келеді. Есенберлин өз шығармашылығында қазақ халқының өткені мен тарихын зерттеп, оның негізінде күрделі шығармаларды әдеби тілмен бейнелеген болатын. Есенберлиннің шығармаларының негізгі тақырыптары ол қазақ халқының тарихы, азаттық үшін күрес және ұлттық бірлік пен тәуелсіздік жолындағы қиын-қыстау кезеңдер. Оның ең әйгілі шығармасының бірі ол көшпенділер болып келеді. Және көшпенділер шығармасында Ильяс Есенберлин қазақ халқының ең үлкен кезеңі, яғни 16-18 ғасыр аралығындағы қазақ хандығы кезеңін және оның күрделілігін сипаттайды. Рахмет. Бізде келесі экранға назар аударсақ, келесі сурет. Біз бұл суретте яғни жазушының шығармаларына тән жаңашылдықты байқай аламыз. Ильяс Есенберлин шығармаларына тән жаңашылдық оның әдебиетке қосқан үлесі мен өз заманына сай жаңа бағыттарды ұстануымен ерекшеленеді. Оның шығармашылық жолы қазақ әдебиетінің тарихында маңызды орын алады. Себебі ол тарихи романдарды жазу арқылы жаңа әдеби әдістер мен жанрларды қолданды. Жалпы Есенберлиннің шығармаларына тән жаңашылдық бірнеше аспектілерден көрініс табады. Атап айтсақ, біріншіден ол әлеуметтік мәселелерді көтерсе, екіншіден қоғамдық саяси мәселелерді көтерді, тарих пен әдебиетті біріктірді. Кейіпкерлерді психологиялық тұрғыдан терең аша білді. Сондай-ақ көркем тілдің жаңашылдығы мен тарихи роман жанрын дамытты. Келесі сөзімді Аяна жалғастырады. Рахмет. Жазушы тарих пен әдебиетті қалай біріктірді? Жалпы Есенберлин шығармаларында тарих пен мәліметтер мен оқиғалар жиынтығы ретінде ғана емес, оның рухани және адамгершілік қырларын терең зерттеу арқылы әдеби тілде бейнеледі. Ол тарихты тек қатаң шеңберде қалып қоймай, адам өміріндегі мәнін ашып, оны әдеби шығармашылыққа айналдырды. Мысалы, көшпенділер трилогиясында қазақтың ерлік дәстүрі, ұлт тәуелсіздігі үшін күресі, батырлық пен билік күрестері және жеке тұлғалардың тағдырлары терең зерттеледі. Бұл шығарманың тарихи негізі мен әдеби сипаттамасы біртұтас үйлесім тапқан. Жақсы, рахмет. Бізде келесі суретке назар аударсақ. Бұл суретте біз Есенберлиннің шығармаларының ерекшеліктерін байқай аламыз. Есенберлин шығармаларының басты ерекшеліктері неде? Есенберлиннің нағыз жазушылық орнын белгілеген шығармалары бұл көшпенділер трилогиясы. Жазушы өзінің тарихи трилогиясында қазақ халқының 19 ғасырдағы тәуелсіздік үшін табанды күресін көркем түрде бейнелейді. Осы жолда қыруар қиындықты, ішкі қайшылықтарды, адам қатынастарын, олардың әрекеті мен мінез-құлықтарын, сыр жаулармен шайқастағы шыныққан бірлікті, дәстүрді, салт-сананы көрсетеді. Есенберлиннің барлық шығармалары жалғыз-ақ шығарманы арқау етеді. Ол қазақ ұлтының ұлт-азаттық идеясы және тәуелсіздік. Жазушының шығармашылық аңсары мен мақсаты сол идеяға түбірлі түрде болған. Оның әр дәуірде, әр кезеңде, әр уақытта болған әрбір шығармасы көркем идеяның бір-бірін толықтырып отырады және тәуелсіздік деген ұғымның түп аңсардың туасына бас қосып ұлттық мүддені ұйытады. Есенберлин шығармаларының басты ерекшелігі осыда. Жақсы, рахмет. Бізде келесі суретке назар аударсақ. Біз бұл суретте Ильяс Есенберлиннің қазақ әдебиетінде алар орнын көре аламыз.
қазақ әдебиеті дамуында тарихында жазушы ілияс есенберлин төргі орындардың бірін алады. Ол туған жеріне, өскен еліне шығармашылық алапат еңбегімен, талмас талантымен танылған ірі қаламгерлердің бірі. Қазақ әдебиетінің көркем қазынасын байытуда ол өз еңбектерін түрлі жанрларда жазған болатын. Қыруар өлең, 10 дастан, 2 повесть, 17 роман жазған. Драматургия, кино аударма саласында да біршама еңбек сіңірген болатын. Ондаған фильмнің сценарийін жазған. Елінің күнделікті өмірімен таныстырған шығармаларымен қатар, ұлт өмірінің ғасырларға кететін кең ауқымды, қарымды панорамасын жасаған құнарлы туындылар берді. Жазушы туындылары жұртшылық жүрегіне жол тапты. Көптеген шет тілдеріне аударылған. Туындыгердің шабытты еңбегі, шалқар творчествосы жоғары бағаланды. Ильяс Есенберлин Қазақ СССР-ның Абай атындағы мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанып, еңбек қызыл ту, құрмет белгісі орденімен, көптеген медальдармен марапатталып, халқының құрметіне зор абырой, даңққа бөленген. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Келесі бізде сурет. Ильяс Есенберлинмен қалай байланыстырамыз? Осы суретте біз жасы кейінгі ұрпаққа деген әсері зор және көп қырлы болғанын көре аламыз. Оның тарихи романдары мен әдеби туындылары қазақ халқының тарихын тереңірек тануға, ұлттық сана сезімді оятуға және қоғамдық әлеуметтік мәселелерді қайта қарастыруға себеп болды. Есенберлиннің шығармалары тек әдебиет саласында ғана емес, қазақ қоғамда, жастар арасында да көптеген өзгерістер мен жетістіктерге ие болды. Мәселен, ұлттық сана мен тарихи жадтың жаңғыруы, тарихқа деген жаңа көзқарастың қалыптасуы, әдебиетке деген қызығушылықтың артуы, ұлттық болмыс пен тәуелсіздікке деген ұмтылыс, әлеуметтік және моральдық мәселелерді көру, елдің мәдени мұрасын қорғау қажеттілігі және жасшылық пен шығармашылық ықпалы. Келесі сөз кезегін Азизаға ұсынамын. Мен аталған жаңашылдықтардың ішінен ұлттық сана мен тарихи жадтың жаңғыруы туралы сөз етсем. Есенберлин шығармалары қазақ халқының тарихын, дәстүрлерін, батырлық рухын жаңғыртты. Оның көшпенділер трилогиясы және де басқа шығармалары арқылы ұрпақтар арасындағы тарихи байланыс күшейді. Жастар қазақ тарихының ұлы тұлғаларын, оқиғаларын біле отыра, ұлттық тарихты ары қарай жалғастыруды көздеді. Есенберлин қазақ халқының тәуелсіздікке деген ұмтылысын және де ерлік дәстүрін жоғары бағалағандықтан, кейінгі ұрпақ үшін оның ұлттық тарихты сақтап қалу және оны қорғау қажеттілігі туралы ойлар тереңдей түсті. Жақсы, жарайсыздар, жауаптарыңызға рахмет. Бізде келесі суретіміз Есенберлин өмірі шығармаларымен қалай байланыстырамыз? Бұл суретті экранға назар аударсаңыздар. Бұл суретте біз Ильяс Есенберлин шығармаларының болашағын көре аламыз. Ильяс Есенберлин шығармалары бүгінде өз бағасын ала алды ма? Қазақ хандығының тарихи туралы мәлімет тарих оқулықтарының өзінде тым мардымсыз жазылатыны белгілі. 1960-70 жылдары Ильяс Есенберлин есімі көпке белгісіздеу, тау-кен байыту салаларының инженері һәм мәдениет саласының нұсқаушы көшпенділер атты трилогия жазып шықты. Алғаш рет 1976 жылы көшпенділер атымен жарық көрген трилогиясы орыс тілінің өзінде 12 рет басылып, 1,5 миллион тиражбен тарапты. Көшпенділер трилогиясы әлемнің 30 тілінде жарық көріп, 50 рет қайта басылған екен. 2005 жылы есеп бойынша дүние жүзіне таралған жалпы тиражы 3 миллион дана. Бұл трилогия негізінде 2005 жылы көшпенділер және қазақ хандығы атты тарих көркем фильмдері түсірілді. Академик Гарифолла есімінің төрағалығымен өткен ұйымдастыру комитетінің отырысында оқырмандардың ең көп дауыс жинауына байланысты 2015 жылы жыл кітабы болып көрнекті жазушы Ильяс Есенберлиннің көшпенділер трилогиясы таңдалып алынды. Ильяс Есенберлин шығармалары бүгінде өз бағасын алды және қазақ әдебиетінің классикалық мұрасына айналды. Ғылыми зерттеулер мен мәдени таңдаулар мұра ретінде бағалануы, кинематография және басқа өнер салаларының қолдануына, оның тарихи романдары мен шығармашылық мұрасы әлі күнге дейін қоғамда, әсіресе мәдениет пен әдеби салада үлкен маңызға ие екенін көрсетеді. Ильяс Есенберлин бүгінде арамызда жоқ болғанымен, оның шығармалары бүгінгі күнгі өскелең ұрпақтың қажетіне жарап, мүддесіне толық сай болып, келегесін толтырып отыр. Сонымен де ол бізге қымбат. Рахмет жауабыңызға.
жарайсыздар. Келесі біздің суретіміз Ильяс Есенберлинмен байланыстырып көрсек бұл суретті. Біз бұл суреттен Ильяс Есенберлиннің қазақ әдебиетінде алғашқы болып ұлт рухын тірілткен жазушы екенін көре аламыз. Есенберлин қазақ әдебиетінде алғашқы болып тарихи зерде тамырына қан жүгіртіп, тұншыққан сананы қапастан шығаруға жол салған, ұлт рухын тірілткен жазушы ретінде қазақ әдебиетінде оқша орны бар тұлға. Ильяс Есенберлиннің 6 кітаптан тұратын тарихи эпопеясы сөз өнерінің әлемдік нұсқасына қосылған тарихты көркемдік пайымдаудың үздік үлгілерінің бірі болып қала бермек. Тарихи тақырып арқылы бүгінгі күнде қазіргі дәуірге қатысты идеялар айтылатын естен шығаруға болмайды. Есенберлиннің көшпенділер, алтын орда романдары өткенді айта отырып, қазіргі өмір құбылыстарына байланыстыра білу, көркем шығарманың эстетикалық актуальдылығын арттыратын көркемдік фактор екенін дәлелдейтін, уақыт рухын көрінетін жаңа концепция алып келген шығармалар деуге болады. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Бізде келесі соңғы суретіміз қалды, оны Есенберлинмен байланыстырып көрсек. Қалай байланыстырар едіңіздер? Біз бұл суретте Ильяс Есенберлиннің шығармаларының бүгінгі таңда алар орнын рухани құндылығын көре аламыз. Яғни Ильяс Есенберлиннің бүкіл саналы өмірі қиындыққа толы. Оның шығармалары барып тұрған қатерлі өткен болғандықтан, оның туындыларының аттарынан ақ өткір мезетті байқай аламыз. Мысал ретінде Алмас Қылышты жатқыза аламыз. Алмас Қылыш шығармасын қолымызға ұстаған сәттен бастап көз алдымызға жарқылдаған қылышпен елестететін болсақ, бұл мәселе ол жерде шыққан жоқ. Яғни Қасым хан соғыс алаңында отырған кезде өзінің жан-жақтағы адамдарына қарап, аналарға қараңдаршы, олар жарқылдап келе жатқан, шауып келе жатқан ол қазақ рулары ғой деседі. Сонда ол өзінің қазақ руларын бір тұтастырып көрсеткісі келіп, және де олардың барлығы бір-бір Алмас Қылышқа теңгендей. Ал қазіргі таңдағы біздің ұранымыз мәңгілікке және рухани жаңғыру да осыдан шыққан. Жақсы, жарайсыздар. Өте жоғары деңгейде жауап бердіңіздер. Жауаптарыңызға рахмет көптен көп. Қазақ елінің тағдыры мен тарихы туралы келелі ой қозғаған Ильяс Есенберлин қазақ әдебиетінің ғана емес, қазақ елінің тарихынан орын алатын дара тұлға. Әр тұлғаның өмірдегі орнын ол адам жайлы айтылған естеліктерден байқауға болады. Жазылар естеліктер мен туралы. Біреулер жан береді өр тұлғалы, біреулер тұлпар еді ерде мүмкін, бүтін дермей кеткен бір ер тұрманы деп. Ақиық ақынымыз Мұқағали Мақатаев жырлағандай, тарихымызды бағындаған, жеті түнде адастырмас темірқазығымызға айналған. Ильяс Есенберлин жайлы жазылған естеліктер де бір шама. Олай болса, естеліктерге шолу жасаса, сөз сіздерде. Жазушы Қабдеш Жұмаділов Ильяс Есенберлин туралы менің алғашқы қызықтырғаны Ильяс Есенберлиннің өзі емес, ешкімге ұқсамайтын немістің бір емес екі қаласы Эссен мен Берлин деген үлкен қалалардың атын біріктіріп тұрған фамилиясы деген. Сондай-ақ ол Ілекеңнің сол кезде ең даулы тарихи тақырыпқа баруы, оның керемет жүректілігін, керемет отан сүйгіштігін, ұлтшылдығын көрсетеді. Ол кісі кейінгі қаламдас інілеріне жол ашты. Тарихи мектепті қалыптастырды. Менің Дарабозды, Соңғы көшті, Мұхтардың Аласапыранды жазуына бәріне жол ашқан Есенберлиннің романдары мұз жарғыш кемедей алға жол тартты деген екен. Ақын Лесбек арқылы өз естелігінде Ильяс Есенберлин өз еңбектері арқылы сол кездегі халықтың мұқалып қалған жігерін, тапталып қалған намысын оятты. Кенесары жеңілген күннің өзінде өз қарымымен қандай сілкініс тудырса, Ильяс Есенберлиннің қаһарда ұлттық сананы соншалықты сілкіндірді дейді. Белгілі қоғам қайраткері Дархан Қыдырәлі Ильяс Есенберлин туралы естелігінде былай деген: қазір тарих туралы сөз көп. Кейбір адамдар тарих ғалымдарымен сөз таластырады. Сөзіне байқасаң, Ильяс Есенберлиннің көшпенділеріндегі деректерді алға тартып отырады. Бұл жазушыға деген ел құрметінің белгісі болса керек. Себебі кезінде бәріміз айта алмайтын заманда қазақтың да тарихы бар екенін Ильяс Есенберлин көрсетіп берді. Бірақ бұл әдеби шығарма. Өкінішке қарай көпшілік осыны ескермейді.
Ильяс Есенберлиннің әдебиеттегі орны, халықтың рух пен санаға деген сілкінісі қашан да жоғары бағаланбаған деп атап өтеді. Шерхан Мұртаза өзінің естеліктерінде Ильяс Есенберлин нағыз ұлт жанашыры болғанын айтады. Ол әсіресе көшпенділер трилогиясын жазу барысында халықтың тарихи жадын жаңғыртуға тырысты. Шерхан Мұртаза Ильяс Есенберлиннің әрбір шығармасы тек әдебиет қана емес, ұлттық тарихымызды, рухани байлығымызды сақтауға қызмет етті деп жазды. Есенберлиннің тарих пен әдебиетті ұштастырып жазған шығармаларын ерекше бағалаған Әбіш Кекілбаев оны қазақ әдебиетінің ұлы тұлғасы ретінде таниды. Ол Есенберлиннің тарихи романдары қазақ әдебиетіндегі ең биік шыңдардың бірі болып саналатын және де оның жазу стилі мен зерттеушілік еңбектері ұрпақтарға үлкен сабақ екенін жазған болатын. Өте жасы естеліктермен бөліскеніздер, естеліктер арқылы Есенберлинді біз еске алдық. Қазіргі біздің тәуелсіздікке жетіп отырғанымыз кешегі Мұхтар ағамыздың Абай жолы, Ильяс ағамыздың көшпенділер шығармалары. Қазіргі заманда Ильяс ағамыз ортамызда жоқ. Бірақ оның кітабы бар, сөзі бар, қазаққа қалдырып кеткен рухы бар. Жазушының жарқын да жабырқау өмірі бір романға белгісіз. Оның шығармалары ұлттық рухымызды жаңғыртып қана қоймай, отанды сүюдің озық үлгісі мен негізгі бағдарын анық көрсетіп берді. Мендағы жаздым халық ұлы өссін, барынша ашық тарихтың уысын, тілегім саған айтар жас ұрпағым, тай салма, әділеттің туы үшін деп, Ильяс Есенберлин ауыр жүкті арқалап, тарихтың қиын қатпарларына шыққанын көрдік. Бүгінгі жазушымызға арналған Ильяс Есенберлиннің қазіргі қазақ әдебиетіндегі рөлі атты әдеби сатанымдық сабағымыз осымен өз мәресіне жетті. Сабағымызды Қадыр Мырзалиннің Ильяс Есенберлинге арнау атты өлеңімен қорытындыласақ. Қадыр Мырзалин, Есенберлин Ильяс қызық еді, Ерейменнің сілемі үзік еді. Архитектон осындай тақырыпты алғаш рет ол өзі бұзып еді. Болса егерде алдында үлгін мықты, бір күн емес ойлайсың мүмкіндікті. Тығырықтан шығатын тұйықтан да ол пайдалана білетін мүмкіндікті. Жағатпайтын жозысыз қысылғанды, жақсы көрді сыйлыққа ұсынғанды. Үстіндегі таласып достарымен тағдыр солай ол әбден қысылғанды. Арғымағы болса да арықтыпты, аламанда әйтеуір жарып шықты. Тірескеннің біразы шыдамады, ізде қатты еді жарықтықтың. Саялайтын кісісін саялайтын, аялайтын адамын аялайтын, ағайын деп жатпайтын ағайынды, аямайтын жерінде аямайтын. Елім дейтін, әйтеуір жерім дейтін, ер үстінде ешкімге берілмейтін. Жазуға да әрине жалықпайтын, егеске де шіркіна ерінбейтін. Бұл мінез ғой негізгі қоғам қамы, шежіреге шежіре жамалғаны. Кім болғанын емес ау керегелге артында не қалғаны. Тарихқа да қажеті не қалғаны, түк қалмаса адамның жоғалғаны. Еңбегімді елемеу қиянатта, еңбегімді ескермеу обалдағы. Сызат көрсе біреулер жарық тесті, сырғат көрсе біреулер ғарып тесті. Кемеңгер бір жазушы деген оны көрмедім ау бірде бір әріптесті. Жатыр қамай жақсынды, жымыс қынды, жабылды да жұмыла жұмыс болды. Ақылы бар оқырман ақшағылдан ажыратып алады күміс құмды. Әр сөзді рас оймыштап отырмады, дей алмайсың алайда оқырмады. Кірпіш тауда қамалдай көтеріліп қалды астында кітаптың оқырманы. Мұның бәрі еңбекті азап еді, бір-біріне ағайын тазам еді. Томынан соң ұлғытты томдарында тарихына чөлдеген қазақ еді. Есенберлин Ильяс қызық еді, ескі таудың сілемі үзік еді. Архитектон осындай тақырыпты алғаш рет ол өзі бұзып еді. Сабағымыз осымен аяқталды. Сабағымызға қатысқан барлық оқушыларға, әріптестерге рахмет айтамыз.